Баршаңызға сәлем. Ұйқы безі аурулары өте қауіпті болуы мүмкін, және оның туындауынан тек ауырсыну синдромы арқылы ғана күдіктенуге болады. Ұйқы безі ас қорыту жүйесінің мүшесіне жатады. Өйткені ол ақуыздарды, көмірсуларды және майларды қорытуға арналған көп көлемдегі фермент бар ұйқы безі сөлін шығарады. Ұйқы безінің бір мезгілді эндокриндік функцияны атқаруы, яғни инсулин мен глюкоген гормондарын шығаруы оның бірегейлігі болып табылады. Инсулин глюкозаны жасушалар мен тіндерге тасымалдауға көмектеседі. Ұйқы безінің аурулары өзекті медициналық мәселе болып табылады. Қант диабетіне бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам шалдыққан. Панкреатит, өлім-жітім саны көп болатын ең қауіпті патологиялардың бірі болып саналады. Ұйқы безінің қатерлі ісігі өмір сүру деңгейі 5 жылдан төмен ең қауіпті ісік түрлерінің бірі болып табылады. Ұйқы безінің патологиялары әртүрлі сипаттағы ауырсыну ретінде көрініс табуы мүмкін. Мысалы, кейбір науқастарда қатты сыздап ауырса, кейбірінде әлсіз ауыруы мүмкін. Әйелдер мен еркектердегі ұйқы безінің құрылымы мен орналасуы бірдей. Сондықтан ерлер мен әйелдерде ұйқы безінің қалай ауыратыны арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Ауырсынудың сипаты жынысқа емес басқа факторларға байланысты болады. Ауырсыну себептері және адамның жеке ерекшеліктеріне байланысты болады. Ұйқы безіндегі ауырсыну ісік пен жарақатқа байланысты қабыну процесінің аясында пайда болуы мүмкін. Қабыну процесі жедел және созылмалы панкреатит кезінде асқынады. Бұл ауру кезіндегі ауырсыну синдромы әдетте ұйқы безі сөлінің ферменттері тағамның орнына ұйқы безі тінін қорыта бастауымен байланысты болады. Панкреонекроз кезінде, яғни панкреатиттің асқынуы кезінде ұйқы безі жасушаларының бір бөлігі өледі, кейде бүкіл орган зардап шегеді. Ұйқы безінің қатерлі ісігі кезінде ауырсыну әдетте ісік көлемі ұлғайып, айналасындағы органдар мен тіндерді қыса бастағанда пайда болады. Ұйқы безі ауруларының асқынуын тудыруы мүмкін бірнеше фактор бар. Оларға біркелкі тағам, фастфуд пен майлы тағамды жиі тұтыну, алкогольді ішімдікті шамадан көп мөлшерде ішу, темекі шегу, кейбір дәрі-дәрмекті бақылаусыз қабылдау, антибиотиктерді жиі қабылдау, зәр айдау құралдары және паразиттің зақымдауы жатады. Созылмалы панкреатиттің 60-70% алкогольге байланысты туындайды, ал темекі шегу алкогольдің ұйқы безіне кері әсерін күшейтеді және аурудың асқыну қаупін арттырады. Егер ұйқы безінің қатерлі ісігі туралы айтатын болсақ, онда шамамен ауру анықталған жағдайда 10%-ында ауру тұқым қуалайтын бейімділікке байланысты болса, 90% қант диабеті, созылмалы панкреатит, темекі шегу, D3 витаминінің жетіспеушілігі сияқты басқа факторларға байланысты дамиды. Көбінесе қатты ауырсыну сол жақ қабырға астында және асқазан аумағында пайда болады. Белде және арқада болуы мүмкін, немесе бүкіл денені де қамтуы мүмкін. Мұндай ауырсыну әдетте жедел панкреатит және созылмалы панкреатиттің асқынуы кезінде пайда болады, ал алкоголь мен майлы тағамдар асқынуды өршітуі мүмкін. Панкреатит кезінде ауырсыну әдетте тұрақты және ауырсынуды басатын спазмолитиктерді қабылдағаннан кейін бәсеңдемейді, бірақ денені алға еңкейтсе немесе іштің жоғарғы бөлігіне салқын нәрсе қойса, ауырсыну синдромы әлсіреуі мүмкін. Сыздаған ауырсыну бұл өткір және созылмалы ауру кезінде пайда болады. Қарқындылығы төмен, біртіндеп күшейетін ауырсыну. Сыздаған ауырсыну созылмалы панкреатиттің соңғы сатыларында, ұйқы безінің атрофиясында жиі байқалады. Іш бұлшық еттерінің тырысуы және қатты ауырсынумен біріктірілген бірнеше рет қайталанған құсу өткір панкреатиттің белгісі болып табылады. Панкреонекроз кезінде іштің ауруы, дене қызуының көтерілуі, сарысу мен қан бар құсуы жиі кездеседі. Панкреонекроз кезінде әрқашан белдегі ауырсынудың арқаға қарай ығысуы байқалады. Ұйқы безі тіндерінің зақымдануы неғұрлым ауыр болса, ауырсыну синдромы соғұрлым күшті болады. Дегенмен біраз уақыттан кейін ауырсыну біршама бәсеңдеуі мүмкін. Бұл патологиялық процесс жүйке талшықтарының өліміне себеп болған жағдайда туындайды. Сондықтан панкреонекроз кезінде ауырсынудың төмендеуі жағымсыз белгі болып саналады. Жүрек айну, құсу, терінің және шырышты қабаттардың сарғаюы, салмақ жоғалту – бұл белгілер созылмалы панкреатитке және ұйқы безінің асқынған қатерлі ісігіне тән. Бірақ кейбір науқастарда бұл аурулар симптомсыз болатынын және белгілі бір уақытқа дейін белгі бермей өтетінін айту керек. Мамандардың пікірінше, ұйқы безі ауырған адам гастроэнтеролог дәрігермен кеңесуі керек. Дәрі-дәрмекті, соның ішінде ауырсынуды басатын дәрілерді өз бетіңізше қабылдауға болмайды.
Емдеудің халық арасында таралған әдістерін де қолданбау керек, себебі бұл аурудың асқынуын арттыруы мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері кезінде, әсіресе ауырсыну синдромы пайда болса, дереу дәрігерге жүгіну керек. Ұйқы безінің аурулары өте қауіпті, сондықтан оларды дер кезінде анықтап, шара қолдану маңызды. Ағзадағы жайсыздықтар ұйқы безімен байланысты екенін адам бірден түсіне бермейді. Дегенмен сол жақ қабырға астындағы ауырсыну мен ыңғайсыздықты сезіну сияқты белгілер, әсіресе алкогольді ішімдік ішкеннен кейін, қуырылған және майлы тағамдарды ішкеннен кейін осындай жайсыздық туындаса, онда алаңдауға болады. Құрметті достар, егер де ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі қажетті деректер мен пайдалы ақпараттар ұсынатын боламын.